Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Қазақстандағы ұжымдастыру. Дәптеріміз ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: неліктен ұжымдастыру саясаты ұлы нәубетке әкеп соқты? Сабақтың мақсаты ұжымдастыруға дейінгі қазақ ауылының жағдайымен танысу. Күштеп ұжымдастыру саясаты қалай жүргізілгенін талдау, ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру салдарын байыптау. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? 20 ғасырдың басындағы қазақ жеріндегі демографиялық өзгерістер қалай болғанын білдіңіздер. Индустрияландыру кезінде әміршіл әкімшіл жүйе саясаты қалай жүргізілгенін оқыдыңыздар. Оқушылар ең алдымен білімнің сайтын пайдаланып, Қазақстандағы ұжымдастыруға байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Ұжымдастыру Қазақстан жерінде қалай өтті? Ұжымдастыру саясаты жайлы не білесің? Кеңес өкіметі тәркілеу саясатын қалай жүргізді? Осы сұрақтарға жауап берейік. Ұжымдастыру Қазақстан жерінде қалай өтті? Ұжымдастыру саясаты жайлы не білесің? Қазақстан тарихындағы келеңсіз оқиғалардың бірі 20 ғасырдың 20-30 жылдары жүргізілген ауыл шаруашылығын ұжымдастыру саясаты еді. 1926-1927 жылдары шабындық және егістік жерлер қайта бөлінді. Алайда жерді қайта бөлу экономикалық жағдайды жақсарта алмады. Себебі қазақтардың ғасырлар бойы қалыптасып келген дәстүрлі мал шаруашылығының ерекшелігі ескерілмеді. Шабындық және егістік жерлер ауқатты шаруалардан тартып алынды. Тартып алынған жерлер кедейлер мен орта шаруаларға берілді. Бірақ кедей шаруалар жерден бас тартып, бұрынғы иелеріне қайтарып берді. Осылайша бұл шара ауылдағы жағдайды бұрынғысынан да ушықтырып, шабындық және егістік жерлерді қайта бөлу сәтсіз аяқталды. Кеңес үкіметі тәркілеу саясатын қалай жүргізді? Қазақстан орталық атқару комитеті мен халық комиссарлары кеңесі 1928 жылы 27 тамызда әрі бай шаруашылықтары мен жартылай феодалдарды тәркілеу және жер аудару туралы декрет шығарды. Бай және орташа байлардың мал мүлкін тәркілеп, мемлекетке өткізу керек деп шешті. Бұл декрет бойынша көшпелі аудандарда 400-ден астам ірі малы барлар, ал жартылай көшпелі аудандарда 300-ден астам малы барлар, отырықшы аудандарда 150-ден астам ірі малы барлар бай қожалықтарға жатқызылды. Алайда жоғарыдан жіберілген бұйрық екі есе артығымен орындалып, бай мен орташа байлардың қатарына шатырлы үйі мен бір-екі аты бар жазықсыз адамдар да кіргізіліп, отырықшы аудандарда 100 тұяғы барлар да ірі байлар қатарына жатқызылып, тәркілеуге ұшырады. Тәркілеу заңды бұзу арқылы жүзеге асырылды. Орташа шаруашылық иелері байлар қатарына жатқызылды. Барлық жинап терген мал мүлкінен бір күнде айырылғысы келмей, бір түнде шетел асып көшіп кеткендер де болды. Негізгі соққы ірі байларға бағытталды. Бірақ елге жіберілген уәкілдер көбінесе орташаларға, кейде кедей шаруаларға да зиян келтірді. 700-дей шаруашылық тәркілеуге ілігіп, олардан тартып алынған 145 мың бас мал кедейлерге бөліп берілді. Ауылдағы байлар мен ауқатты шаруалар кулактарға жатқызылды. 1930-1931 жылдары республикадан тыс жерлерге 6800 адам жер аударылып, қазақ жеріне тәркілеуге ұшыраған 180 мың кулак қоныс аударып келді. Оқушылар, бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, егер қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, керек жерлерін дәптерімізге жазып алайық. Жазамыз: ұжымдастыру, шағын шаруа қожалықтарын ірі ұжымдық шаруашылыққа біріктіру. Әрі қарай жалғастырамыз. Тірек сөздер. Осы тірек сөздерді оқушылар дәптерімізге жазып аламыз.
Егер тірек сөздерді дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар, әрі қарай конспектімізді жалғастырамыз. Оқушылар, егер оқып болсаңыздар, дәптеріңізге жазып алайық керек жерлерін. 1927 жылы желтоқсанда БКБП-ның 15-ші съезі ауыл шаруашылығын ұжымдастыру бағытын жариялады. Жазып алдыңыздар деп ойлаймын. Ал енді оқушылар тұлғалармен таныс болайық. Голощекин Филипп Исаевич 1876 жылы 26 ақпанда Невель қаласында ұсақ буржуа отбасында дүниеге келген. Оның 6 сыныптық білімі болды. Мамандығы тіс дәрігері. 1925-1933 жылдары БКБП Қазақстан өлкелік комитетінің хатшысы болды. Ауылды кеңестендіру ұранымен кіші қазан идеясын өмірге әкелді. Қазақстандағы күштеп ұжымдастыруды басқарды. Оның кезінде ұлт зиялылары қуғындалып, халық аштыққа ұшырады. 4 түлік мал қырылды. Голощекин 1938 жылы халық жауы ретінде тұтқындалып, 1941 жылы атылды. Сталин Иосиф Виссарионович, шын тегі Джугашвили. 1894 жылы Грузияның Гори қаласындағы діни училищені бітіріп, Тбилисидегі православиялық діни семинарияға оқуға түседі. Сонда оқып жүріп құпия үйірменің жұмысына атсалысады. Ол 1899 жылы саяси қызметі үшін семинариядан шығарылған соң, бір жолата төңкеріс жолына түседі. 1922 жылы сәуірде Ресей коммунистік партиясы орталық комитетінің пленумы Сталинді орталық комитеттің бас хатшысы етіп сайлайды. Сталин КСРОны құруға белсене кірісті. Оның басшылығымен ауыл шаруашылығын ұжымдастыру қолға алынып, байлар мен кулактарды тап ретінде жою саясаты жүзеге асырылды. Бұл ашаршылық пен босқыншылыққа алып келді. Сталин елде қуғын сүргін саясатын жүргізіп, тоталитарлық жүйені қалыптастырды. ККП-ның 1956 жылы өткен 20-шы съезінде Сталиннің жеке басына табынуы сынға алынды. КСРО ыдырағаннан кейін ғана Сталинге шынайы баға берілді. Мыңбаев Жалау, мемлекет қайраткері. 1919 жылы Бірлік жастар ұйымының төрағасы. 1920-1923 жылдары Маңғыстау уездік атқару комитетінің азық-түлік бөлім бастығының орынбасары. Адай уездік милиция бастығы. 1923-1924 жылдары Адай уездік ревкомының төрағасы қызметтерін атқарды. Қазақ АКСР кеңесінің 5-ші съезінде Қазақ АКСР орталық атқару комитетінің төрағасы болып сайланды. Бұл қызметте жүріп, республикадағы барлық басқару органдарын жергіліктендіру, қазақтандыру ісіне басшылық жасады. Халықтың әлеуметтік жағдайын және денсаулық, оқу ағарту, мәдениет саласын жақсартуға күш салды. 1926 жылы 25 қаңтарда Қазақстан өлкелік комитетінің пленумында Мыңбаев ұлтшыл атанып сынға ұшырады. 1927 жылы орнынан алынып, Гурьев округі атқару комитетінің төрағасы қызметіне төмендетілді. Бұл қызметі барысында Гурьев округінің мұнайлы өңір екенін ескеріп, ауыр өнеркәсіпті дамытуға күш салды. Балық шаруашылығын жандандырды. Осы кәсіпке қазақтарды тартты.
Гурьевте электростанция құрылысын салу жұмысына тікелей басшылық етті. Байлар мен орташа шаруаларды күштеп тәркілеуге, жер аударуға барынша қарсылық танытты. 1929 жылы қызметінен өз еркімен кетіп, ауыр науқастан көз жұмды. Қожанов Сұлтанбек, мемлекет және қоғам қайраткері, Түркістан облысы Созақ ауданы Ақсүмбе ауылында дүниеге келген. 1918 жылы Ташкент мұғалімдер семинариясын, 1927 жылы Мәскеудегі бүкіл одақтық коммунистік партиясы орталық комитетінің марксизм-ленинизм курсын бітірді. Саяси қызметін Ташкент қаласындағы семинария оқушыларынан құрылған Кеңес атты астыртын жастар ұйымын құрудан бастайды. 1918-1919 жылдары Бірлік туы газетінің редакторы болды. Ал 1918 жылы Қарашадан бастап Түркістан, Созақ, Жаңақорған, Қызылқұм, Шиелі өңірлерінде ашыққан адамдарды тамақтандыратын арнайы орындар ашуды ұйымдастырады. 1920-1924 жылдары Түркістан өлкелік партия комитетінің мүшесі, Түркістан орталық комитеті төрағасының орынбасары, халық ағарту комиссары, Түркістан Республикасы егіншілік халық комиссары, Ақжол газетінің редакторы, 1924-1925 жылдары Қазақ өлкелік комитетінің хатшысы қызметтерін атқарады. Голощекинмен келіспегені үшін айыпталып қудалауға ұшырайды. 1937 жылы 16 шілдеде Ташкентте тұтқындалып, 1938 жылы атылды. Оқушылар тұлғалармен танысып болды, ал енді тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма, мына оқиғалар қашан болды? Бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма, ақпараттың дұрыс немесе қатесін анықтау қажетсіздер. Бірінші ақпарат. Қазақстанда ұжымдастыру ерекше қарқынмен жүргізілді. Дұрыс немесе қате. Оқушылар дұрыс жауапты таңдаймыз. Екінші, астық пен жем-шөп дайындау науқаны малды жаппай союға әкеп соқты. Дұрыс немесе қате. Дұрыс жауапты таңдаймыз. Үшінші, 1928 жылы қатаң жазалау барысында 300 миллион пұт астық дайындалды. Дұрыс немесе қате? Дұрыс жауапты таңдаймыз. Төртінші, ұжымшарлардан барлық астық тартып алынды, ал тұқымдық қорлар қалдырылды. Дұрыс немесе қате? Дұрыс жауапты таңдаймыз. Бесінші, астық дайындау барысында 10 мыңнан астам адам жазаланды. Дұрыс немесе қате? Дұрыс жауапты таңдаймыз. Алтыншы, 1927 жылы желтоқсанда БКБП-ның 15-ші съезінде ауыл шаруашылығын ұжымдастыру бағыты жарияланды. Дұрыс немесе қате? Дұрыс жауапты таңдаймыз. Жетінші, шаруаларды ұжымдастыру 1929-1932 жылдары жүргізілді. Дұрыс немесе қате? Дұрыс жауапты таңдаймыз. Сегізінші, 1932 жылға дейін көшпелі және жартылай көшпелі шаруашылықты отырықшылыққа көшіруді аяқтау көзделді. Дұрыс немесе қате? Оқушылар дұрыс жауапты таңдаймыз. Егер оқушылар тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.